Тасқын салдарымен күрес жалғасып жатыр. Петропавлдағы Ойғала ықшам аудандағы үйлерін жартысынан жуығы апатты деп танылғандықтан бұзылмақ. Уәлиханов ауданынан келген механикалық бригада 134 үйге жауапты. Жұмыс барысын арна тілшісі көріп қайтты. Ойқала ықшам ауданының тұрғыны Галина Капустина Уәлиханов ауданынан келген механикалық бригаданың жұмысына дән риза. Тасқын кезінде үйге кірген су терезе жақтауына дейін көтерілген. Арнайы комиссия баспананы жөндеуге 6 миллион 200 мың теңге қажет деп бағалаған. 2 комнаты уже сделали. 2 бөлме дайын. Мамандар күні-түні осы жерде жүріп, үйімді қалпына келтіруге көмектесіп жатыр. Мен істеген жұмыстарына ризамын. Басында пәтер жалдап тұрып жүргенбіз. Қазір осы үйімізге кірдік. Уәлиханов ауданынан келген механикалық бригада Ойқала ықшам ауданында 13 мамырдан бері жұмыс істеп жатыр. 35 адам үйлерді жөндеу жұмыстарына кіріскен. Сонымен қатар тасқынның салдарымен күреске жүк көліктер, 8 шахман, 1 экскаватор жұмылдырылған. Бастапқы кезде жұмыс бастаған кезде мына үйлерді актуализация жасадық. Актуализация жасағанда оценкасын жасадық. Барлығы бізде жауапты 146 үй болып шықты. Біздің аумағымыз тіркелген аумағымыз жауапты. Мына 5 шармия көшеден бастап, мына Мамликтен көпіріне дейін барлығы 146 үй болып шықты. Сол 146 үйдің ішіндегі 115-і техникалық қорытындысы бойынша жарамсыз болып шықты. Сол жарамсыз болып шыққандардың иелерін шақыртып, арыздарын алып, сүруға жұмыстарын бастадық. Бүгінде Уәлиханов ауданының мехбригадалары Ойқала ықшам ауданынан 6300 тонна қоқыс шығарды. Дариға Қуаныш, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.